Сәлеметсіздер ме оқушылар? Саламатсыз. Бүгінгі сабақта кім жоқ? Бүгін барлығы түгел. Жарайсың, отыра ғой. Так, балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, жаңа сабағымыздың тақырыбы атмосфера және оның құрамдас бөліктері. Оқу мақсаты 7.3.2.1 атмосфера құрамын сипаттайды. 7.3.2.2 атмосфераның құрылысы мен қабаттардың ерекшелігін графикалық түрде бейнелеп түсіндіреді. Ежелгі гректер жерді қоршап тұрған қабат ол атмосфера деп атаған, яғни ауа қабаты. Грекше атмос бу, сфера ол шар деген мағынаны білдірген балалар. 18 ғасырдың француз химигі Антуан Лоран 1774 жылы осы ауаның құрамында оттегі мен азот бар екенін анықтаған. Мына суретке қарасаңдар 78% бізде азот және 21% оттегі, қалған 1% инертті газдардан тұратынын білеміз. Атмосфераның 5 түрлі маңызы бар балалар. Атап айтатын болсақ, атмосфера күн сәулелерін шашыратып, жайып, таратады. Сондықтан да күндіз жер беті қатты ысып кетпейді, түнде жер беті қатты салқын болмайды. Екінші, төменгі қабатында жер бетіндегі ауа райы мен климат қалыптасады. Үшінші, жердегі тіршілікті әлемдік кеңістіктен келетін метеориттерден қорғайды. Төртінші, атмосферада газдардың ықпалымен литосферада мүжілу пайда болады. Бесінші, ауа құрамындағы оттегі мен жер бетіндегі тіршілік иелері тыныс алады екен. Яғни 5 маңызды қасиетімен таныстық. Келесі атмосфера құрамындағы газдармен танысатын боламыз. Біріншісі азот. Азот балалар атмосфераның негізгі газы. Ол оттегі бөлетін өсімдіктердің тіршілік қолдану үшін қажет екен. Көмірқышқыл газы. Көмірқышқыл газы ол фотосинтез барысында органикалық зат жасауға арналған негізгі құрылыс материалы екен балалар. Көмірқышқыл газы күн энергиясын өткізетін жылулықты сәулеленуді тежейтін бірегей қабілетке ие газдардың бірі болып саналады екен балалар. Оттегі. Оттегін біз өзіміз өте жақсы білеміз. Оттегісіз өмір сүру мүмкін емес, балалар, яғни тыныс алу мүмкін емес. Оттегінің пайдасы бізге тірі ағзалар тыныс алу үшін, жану мен қышқылдану үдерісін демейді, органикалық заттың құрамында кездеседі екен, және озон газы тіршілікті жоятын ультракүлгін сәулелерді не істейді екен? Тежейді. Атмосфераның құрылысы. Жалпы бізде атмосфера бірнеше қабаттардан құралады. Әртүрлі биіктіктегі ауаның мөлшері биіктеген сайын әртүрлі болады. Мұнан қараңдар суретке. Ең жақын жерге орналасқан қабаттың бірі стратосфера. Екінші озон қабат, стратосфера, мезосфера, термосфера және экзосфера. Бұлардың әрқайсысының жеке-жеке атқаратын міндеті бар балалар. Мысалға айтатын болсақ, тропосфера. Тропосфера ол грекше өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Ол жер бетіне жақын орналасқан тығыз қабаттардың бірі. Екінші, стратосфера. Стратосфера тропосфераның жоғарғы қабатында орналасады екен балалар. Ол шамамен 45 градустан 75 градусқа дейін, ал биіктеген сайын 10 градусқа жоғары көтеріледі екен, балалар? Озон қабаты. Озон қабаты стратосфераның 20-30 биіктігінде озон қабаты жоғарыланады екен. Озон қабаты күннен түсетін ультракүлгін сәулелерге тосқауыл болады екен.
озон газы өте тұрақсыз газдың бірі. Оның қалыптасуы, яғни біздің озон қабатымыз қалай қалыптасады? Күннің ультракүлгін сәулелерін қабылдауына байланысты екен. Ол қандай газ екен? Өте тұрақсыз газдардың бірі болып саналады екен. Одан кейін мезосфера. Мезосфера бұл ауа температурасы -75-тен 90 градус аралығында төмендейді екен. Ауа тығыздығы жер бетіне қарағанда 200 есе аз екен. Яғни мезосфера қабаты балалар, мұнда күміс түстес бұлттар пайда болады екен. Күміс түстес бұлттар. Одан кейін соңғы біздің атмосфералық қабатымыз термосфера. Яғни термосфера бұл ең жоғарғы қабаттардың бірі болып табылады. Термосфера қабаты 8 км биіктікте орналасқан. 100 км биіктікте температура шамамен 0 градус болса, 150-200 км биіктікте 500 градусқа дейін жетеді екен. Ал 500-600 км биіктікте 1050 градустан асады екен. Жоғары термосферада температура 2000 градусқа дейін жетеді екен. Яғни бұл термосфера ауа қабаты өте жоғарыда орналасқан қабаттардың бірі екен. Жалпылар бүгін атмосфераның қабаттарымен таныстық, бір рет қайталап өтейікші. Тропосфера, озон қабаты, мезосфера, термосфера, экзосфера. Жарайсыңдар, бүгінгі атмосфералық қабаттармен таныстық. Енді мен сендерді 4 топқа бөлдім. 4 топтың 4 мұхитпен атадым. Тынық, Атлант мұхиты және солтүстік мұзды мұхит. Бұл 4 мұхитқа, үнді мұхиты болып 4 мұхитқа бөлдім. Сендерге тапсырма беріледі. Тапсырмада сендер тапсырманың атмосфераның қай қабатын ауа райын жасаушы қабат екенін атайсыңдар, табасыңдар қай қабат екенін, және де оның неліктен олай атағанын осы берілген тапсырмаға жазасыңдар. Біреуін сайлағандар, және де ол қабатта қандай бізде ауа райы болатынын жазамыз. Уақыт беріледі. 2 минут уақыт ішінде сендер қандай қабат екенін тауып, неліктен олай атағандарды және мына жерде берілген түрлі түсті қаламмен белгілейсіңдер. Қандай жауын шашын түрлері бар екенін. Жауап қандай болады өздеріңіз жақсы білесіңдер. Сабақ сендерге түсінікті болса, сендер жауабын тез тауып аласыңдар. Ары қарай жазасыңдар. Бәрін бірге тестіңіз. Тапсырманы орындаймыз. Түсінікті болды ма тапсырма? Жазамыз соққыларына. Түрлі түсті қаламды пайдаланып, сол қабатта қандай жауын-шашынның түрлері кездесетінін жазасыңдар.
Тапсырма оңай ма, қиын ба балалар? Оңай.